ақштың Флорида штатындағы үлкен спорт залында Белла жүзу жаттығуларына дайындалып жүрді. Бар күшін салғанына қарамастан, ол бірінші орынды ала алмады. Бұл оның көңілін түсірді, өйткені мұндай нәтиже күтпеген еді. Киім ауыстыру бөлмесіне қайтып келіп, шкафын ашқанда ол әпкесі Беттің бірнеше рет қоңырау шалғанын көрді. Бет қатты алаңдап, Белладан спорт залда әлі де жүргенін сұрады. Ол Флоридаға жақындап келе жатқан күшті дауыл туралы хабардар етті. Жаңалықтарда бұл аймақ қатты соққы алады деп айтылған еді. Сонымен қатар, Бет әкесіне бірнеше рет хабарласқанымен, ол жауап бермегенін айтты. Белла әкесінің жағдайын тексеру үшін дауылға қарамастан жолға шығуға бел буды. Қаланы аралап келе жатып, ұялы телефоны арқылы әкесіне хабарлама жіберді. Бірнеше минуттан кейін Белла үлкен тас жолдағы айрыққа жетті. Ол жерде жол апаты орын алған болып, үлкен кептеліс пайда болған екен. Сол маңға жақындай бергенде, ол өзінің досы Уэйнмен кездесіп қалды. Белла жағдайдың қаншалықты қиын екенін сұрап, әкесін табуы керектігін айтты. Уэйн дауылдың дәл осы қаланы басып өтетінін, сондықтан жаппай эвакуация басталғанын түсіндірді. Бір жүргізуші асығыс кетіп бара жатып, апат тудырып, жолды жауып тастаған екен. Уэйн досына көмектескісі келгенімен, Белланы жолдан өткізе алмайтынын айтты. Белла қанша жалынса да, досын көндіре алмады. Кетер алдында ол Уэйннен өзі барып, Белланың әкесін қарап қайтуын өтінді. Себебі әкесімен байланыс орнатылмағанына бірнеше сағат болған еді. Содан кейін Белла жолдан бұрылып кетіп, көлігін басқа жолмен жүргізе бастады. Ұялы телефонынан әкесінің суретін көріп, ойын өзгертіп, жолды бөгіп тұрған жерді айналып өтіп, бөгеттен өтуді ұйғарды. Осы шешімінің арқасында ол жабылған жолға өтіп, көлік жүргізуді жалғастырды. Радиодан эвакуациялық ескертулер айтылып жатса да, Белла қауіпсіздік нұсқаулықтарына құлақ аспай, жол тосқауылдарының бәрінен өтіп кетті. Сөйтіп ол ақыры әкесінің үйіне жетті. Пошталық жәшікте жасырылған кілтті тауып, үйге кірді. Үйде олар асырап отырған иті, Кучиді көрді, бірақ әкесі үйде болмады. Белла әпкесіне хабарласып, дауыл толық соқпай тұрып әкесін іздеуге шығып бара жатқанын айтты. Сосын Кучиді көлікке отырғызып, жолға шықты. Жанармай бекетінің жанынан өткенде, су деңгейінің көтеріліп жатқанын байқады. Белла әкесі ескі үйге баруы мүмкін деп болжады да, сол бағытқа бет алды. Айтқандай, ескі үйдің алдында әкесінің жүк көлігі тұр екен. Үйге кіріп, Белла әке деп қайта дауыстады. Сол кезде ол ас үйде жатқан ұялы телефонды көрді. Сонымен қатар әкесі үйдегі су ағып жатқан жерді жөндеуге тырысқанын байқады. Кенет үйдің басқа жағынан Кучидің үрген дауысы шықты. Сол мезетте ас үйге қараған терезеден үлкен ағаш құлап, Белланы шошытты. Ол жағдайдың күрделеніп бара жатқанын түсініп, гараж жаққа беттеді. Гаражға бара жатып, иттің жертөлеге қарап тұрғанын көрді. Сол бағытқа жарық шамын алып түсті. Бірнеше минут іздегеннен кейін еденде жатқан радио мен құрал-сайман қорабын тапты. Белла әкесінің жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатып, музыка тыңдап жүргенін аңғарды. Жертөледе аласұрып жүгіріп жүрген Белла ақыры әкесін тапты. Ол ауыр жараланып, ессіз күйде жатқан еді. Белла оны мүмкіндігінше тезірек ауруханаға жеткізуі керек болды. Әкесін сыртқа сүйреп шығару үшін су өткізбейтін мата пайдаланды. Осы сәтте радиодан ең жоғарғы деңгейдегі төтенше жағдай жарияланып, бірнеше минут ішінде дауыл күшейетіні, бәрі шұғыл эвакуациялануы керектігі хабарланды. Белла жертөледен жоғары көтеріле бастады. Алайда дәл сол кезде кенеттен қарсы алдынан аш, үлкен қолтырауын шықты. Қолтырауын Белланы қуа жөнелді. Қатты үрейленген Белла әкесін сүйреп, жыртқыштың жемі болмауы үшін барын салды. Қолтырауын жақындап келе жатты. Одан құтылу үшін Белла құбырларға толы өткелден өтті. Осылайша ол әкесі екеуі қауіптен сытылып шықты. Дәл сол сәтте сырттағы дауыл күшейе түсті. Жертөледен шығатын жол іздеп жүрген кезде, Белла әкесінің ақыры есін жиғанын байқады. Ол өте әлсіз күйде еді. Белла оның тұншығып қалмауы үшін жаңбыр суын жинауға тырысты. Курт қызын көріп таңғалды. Ол бұл жерге неге келгенін сұрады. Белла біраз уақыт бойы әкесінен хабар ала алмағандықтан, алаңдап, жағдайын тексергісі келгенін айтты. Сондай-ақ неге әкесі жалғыз өзі жертөледе жүргенін білгісі келді. Курт терезені жөндеп жатқан кезде үлкен қолтырауынға тап болғанын түсіндірді. Әңгіме барысында ол қатты ауыра бастады. Белла оның аяғында үлкен жара бар екенін көріп, бұл оның қозғалуына кедергі келтіретінін түсінді. Сол кезде жақын маңнан телефонның қоңырау үні естілді. Белла көмек шақыру үшін телефонын алмақ болды. Бірақ әкесі ескертіп, қолтырауындардың қараңғыда да анық көре алатынын айтты. Сол себепті ол қызынан қайта оралуын сұрады, себебі құбырлар арқылы жасырына алатын еді. Белла дайындалып, телефонын алуға кірісті.
Ол әкесінен өзімен сөйлесе тұруын сұрады, ұйықтап кетпеу үшін. Курт қызына соңғы жүзу жарысы қалай өткенін сұрады. Белла соңғы уақытта өзін жақсы сезінбейтінін және шәкіртақыны жоғалтып алудан қорқатынын айтты. Курт оны жұбатып, бұл сәтсіздіктік емес екенін, оның өте дарынды жүзуші екенін еске салды. Бірақ Белла бұл тақырыпты жалғастырғысы келмеді. Телефонын көргенде, ол тез жүгіріп барып алып үлгерді. Бірақ дәл осы сәтте арт жағынан екінші бір қолтырауын пайда болып, Белланы шошытты. Ол тезірек құбыр арқылы қашуға тырысты, бірақ қолтырауын одан жылдамырақ еді. Ол Белланың аяғынан тістеп алып, артқа сүйреді. Курт қызының жыртқышқа тап болғанын көріп, айқайлап қолтырауының назарын аударуға тырысты. Белла қатты ауырғанына қарамастан бірнеше рет аяқпен тепкіледі. Осылайша ол жыртқыштың аузынан шығып, қашып үлгерді. Бірақ көп ұзамай ол тағы да бірнеше қолтырауымен қоршалып қалды. Белла металл торларды қолданып, бір қолтырауының жолын бөгеп, екінші жағына қарай жүгіріп өтті. Бірақ ол жақтан тағы бір қолтырауын пайда болды. Белла қорқып, кабель сымдары толық жабылмаған аймақты пайдаланып, жыртқыштың қозғалысын бәсеңдетпек болды. Қуып келе жатқан қолтырауын абайсызда Белланың телефонын басып, оны сындырып тастады. Белла қашуға тырысқанымен қолтырауын соңынан қалмады. Ол өзін қорғау үшін бұрауышпен жыртқыштың көзіне соғып жіберді. Осылайша сәл уақыт ұтып алды. Кейін қабырғадағы жарықты байқап, сол өткелге кіріп кетті. Курт қызының амандығына қатты алаңдады. Ол айқайлап, жағдайын айтуды өтінді. Белла қауіпсіз жерге жеткен соң, екі үлкен қолтырауының жертөлені қоршап тұрғанын хабарлады. Сол сәтте Белла жарасын қарап, жағдайдың қаншалықты күрделі екенін түсінді. Ол қорқып кетті. Курт қайта тұруға тырысты. Шамның батареясын ауыстырған соң жерде жатқан күректі көрді. Аяғындағы қан кетуді тоқтату үшін Белла шалбарынан бір бөлшек жыртып алып, байлап берді. Күш-қуатын жоғалтпас үшін қолдан келгеннің бәрін істеді. Сәлден соң дауыл күшейіп, бүкіл көше су астында қалды. Бұл қолтырауындардың көшелермен еркін жүруіне мүмкіндік берді. Олар жаңа жем іздеуге шықты. Курт металл күректі алып, өзін қорғайтын аймақтың шетіне дейін сүйретіп апарды. Ол алыстан қолтырауындардың аяқ дыбыстарын ести бастады, олар әлі де айналасында жүреді. Белла түсінді, егер осы жерде қала берсе, олар жыртқыштардың жеміне айналуы мүмкін. Сондықтан ол тығылған жерінен шығып, сақтықпен алға жылжи бастады. Белла терезеге жақындап, сыртқа қарап айқай салмақ болды. Дәл осы сәтте Карл, Курт, Белланың аяғына қарапайым иінтірек жасап, шыққан сүйекті орнына пышақпен салуға тырысты. Бұл Беллаға қатты ауырсыну сыйлады. Терезеге жақындаған Белла кенет сыртта бетперде киген бір топ адамның дүкен тонап жатқанын байқады. Олар өздігінен төлем қабылдайтын аппаратты қайыққа тиеп алмақ болды. Осы кезде топтың бір мүшесі Белланың қолшамынан шыққан жарықты байқап, не болып жатқанын білу үшін жақындай бастады. Қарақшылар алаңдап тұрған сәтте, қолтырауындардың бірі қайықтағы қылмыскерге тұтқиылдан шабуыл жасады. Әйел адам не істерін білмей, қорқыныш пен үмітсіздікке толы күйге түсті. Жас жігіт оны құтқармақ болғанымен, ол да қолтырауынның құрбанына айналып, су астына сүйрелді. Дүкен ішінде топтың соңғы мүшесі әлі де ұрлық жасап жатқан еді. Дәл осы кезде әлгі жігіт қолтырауынның аузынан әрең шыққанымен, жолдасының қорқынышты жағдайын көріп, қатты шошынды. Ол достарына қолтырауын туралы ескерту бермек болған, бірақ кеш еді, тағы бір қылмыскер суға сүйреліп, денесі жыртылып жатты. Барлығын көрген жас жігіт не істерін білмей, терезеден қашуға тырысты, бірақ ол да бірнеше секунд ішінде қолтырауынға жем болды. Белла бұл жерден аман шығу мүмкін еместігін түсініп, қатты үрейленді. Карл оны сабырға шақырып, жоғарғы қабатқа өтуге мүмкіндік бар екенін айтты. Содан кейін Карл құбырлардың бағытын көрсетіп, сол жақта шығатын жол болуы мүмкін деді. Белла абайлап сол жаққа барып, екінші қабатқа апаратын өткелді тапты. Жолда бетіне құлаған өрмекшілерді сілкіп тастап, терезенің үстіндегі жиһазды итеріп ашпақ болды. Бірақ неше мәрте тырысса да, Белла оны көтере алмады. Карл оған қауіпсіз құбыр бөлігіне қайтып баруды бұйырды, себебі басқа жолды ойластыру керек еді. Біраздан соң олар қабырғадағы тесіктен қайықтың дыбысын естіді. Бір құтқарушы тірі қалған адамдарды іздеп жүр екен. Құтқарушы оларды естіген соң, топтағы достарына қайықта қалуды бұйырып, үйге кірді. Ішке кірген ол тоқтамай үріп жатқан Кучиді көріп, жан-жаққа қарап, достарына қолтырауынан абай болуды ескертті. Белла бұл мүмкіндікті пайдаланбақ болып, қолшам арқылы қолтырауындардың қозғалысын бақылай бастады. Бірнеше секунд өткенде, Уэйн гаражға келіп, судың астында қалуға шақ қалған жертөле кіреберісін тапты. Ол жерде біреудің арқанмен қозғалып жатқанын көріп, тірі адам бар деп ойлады. Белла бірден Уэйнмен байланысып, қолтырауындардың барын ескертті.
Уэйн топтастарына көмекке келуді сұрады, бірақ олар үлгермеді. Сол кезде ол жыртқыштың бірінің арқанға байланғанын көрді. Бірақ жануар босап шыққанын түсінгенде, ол қашуға мәжбүр болды. Дәл сол сәтте Уэйнге қолтырауын тұтқиылдан шабуыл жасап, жертөлеге кіріп келді. Қалған қолтырауындар да артынан жетіп, оның денесін жұлып жей бастады. Уэйн әлі үйге кіріп үлгермей жатып, жыртқыштардың құрбанына айналды. Олар бірігіп, оны көшенің дәл ортасында бірнеше секундта жұтып қойды. Белла бәрін көріп, қорыққанынан қаша жөнелді. Бірақ артынша тағы бір қолтырауын артынан келе жатты. Ол қауіпсіз жерге қайтып барғысы келді. Абырой болғанда соңғы сәтте әкесі оны артқа тартып, аман алып қалды. Екеуі қайта қауышқан соң, Карл қызын жұбатты. Олар бір орында тұрып, бұрынғы реніштерін, араларындағы түсініспеушілікті талқылады. Осы сәтте әкелі балалы екеуі бір-бірін тереңірек түсіне бастады. Олар енді бірге қашуға шешім қабылдады. Карл Беллаға жертөледен жоғары шығатын баспалдаққа баруды, жолда бірдеңемен шу шығарып, қолтырауындарды басқа жаққа бұруды тапсырды. Белла кетер алдында міндетті түрде әкесін қайта келіп алып кететінін айтты. Ол жоспарланған бағытқа қарай бет алып, қашу әрекетін бастады. Белла құбырға кірпішпен тарсылдатып соқты. Бұл қолтырауындарды өзіне қарай тартты. Осылайша Белла баспалдаққа жақындауға мүмкіндік алды. Қолтырауындар оларды ұстай жаздаған кезде, Карл металл күрекпен бір бөренені ұрып жіберді, бөрене тура бір қолтырауынға тиіп, оны уақытша тұсаулап тастады. Карл сол сәтті пайдаланып, жыртқышқа кірпішпен соққы жасады. Белла терезеге қарап, тағы бір қолтырауынның әкесіне беттемегенін байқады. Ол бұл жыртқыштардың назарын аудармау үшін өте сақ қимылдай бастады. Алайда байқамай металл торды соғып алды, бұл қолтырауынның назарын өзіне аударды. Белла жылдам жертөленің бір бұрышына тығылып үлгерді. Қимылсыз жатты, ал жыртқыш оны іздеп жүрді. Осы сәтте Карл қолтырауынға шабуыл жасап, қатты күрес нәтижесінде ақыры оны өлтірді. Белла оған қоймада тағы бір қолтырауын жүргенін, сондықтан кәріз құбыры арқылы өтетінін айтты. Ол жертөленің екінші жағына барды. Онда Белла қолтырауындардың ұясына тап болды, жерде құрбандардың денелері шашылып жатты. Тіпті қолтырауындардың аяқтары да бар еді. Сол маңда жатқан полиция қызметкерінің мүрдесін көріп, ол жақындап барып тапаншасын алды. Бірақ бұл сәтте кенеттен бір қолтырауын оның қолынан тістеп алды. Белла бірден тапаншаны жыртқыштың аузына бағыттап, бірнеше секунд ішінде оны атып өлтірді. Карл уайымдап, не болғанын сұрады. Белла қолтырауынның көзін жойғанын айтты, және енді оларда қашып шығуға мүмкіндік бар екенін жеткізді. Қолы жарақаттанғанына қарамастан Белла кәріз арқылы сыртқа шықты. Бірақ дәл осы кезде тағы бір қолтырауын оған тесіле қарап тұрғанын байқады. Белла тез жерге қарай жүгіріп, аспанда бірнеше тікұшақтың ұшып жүргенін көрді. Бірақ ол әлі құтқарушылардың назарын аудара алмады. Ол дереу әкесін құтқаруға оралды. Сол кезде жертөледегі су деңгейі төбеге дейін көтеріліп кеткен еді. Карл тұншығып қалуға жақын болатын. Белла үйдің артқы есігін орындықпен сындырып ішке кірді. Ішке кіргенде ол Кучидің еденді қазып жатқанын көрді. Сол сәтте Карл жертөле астында бар күшімен ағаш еденді ұрып жатты. Оттегінің жетіспеуі салдарынан ол әлсіреп, ақыры есінен танып қалды. Белла таяқ алып, еденде тесік жасап, денесінің жартысын ішке салып, әкесін судан тартып шығарды. Бірақ әкесі тыныс алмай жатты. Белла дереу жүрекке массаж жасап, оны тірілтуге тырысты. Бірақ нәтиже болмады. Белла үмітсіздікке салынып, әкесінің кеудесін қатты ұрып жіберді. Осы сәтте Карл дем алып, есін жиды. Қызы мен әкесі бір-бірін құшақтап көздеріне жас алды. Содан кейін олар Кучиді алып бірге сыртқа шықты. Карл дүкен маңындағы қайыққа бару керектігін айтты. Белла бұл мүмкін емес деп қорықты, өйткені айнала балықтармен, су жыртқыштарымен қоршалған еді. Бірақ Карл бұл жыртқыштар тек судағы қозғалысты аңдитынын, сондықтан өте сақ болса, өтетіндерін түсіндірді. Олар су басқан көшелермен бірнеше метр жүргенде, Карл жауынның бәсеңдегенін байқады. Белла дауылдың тура өзегіне енгендерін айтты. Осы сәтте олардың алдына алып балық шықты. Жүректері қорқынышқа толы болса да, олар тапжылмады, сол себепті жыртқыш оларды байқамады. Көп ұзамай төтенше жағдай туралы ескерту шықты. Карл бұл жерде көп тұра алмайтынын айтып, Беллаға қайыққа жетуді тапсырды. Ол қызына үміт беріп, мен балықтардан жылдамырақпын, себебі жүзуді жақсы білемін деді. Белла дүкенге асығып жетті. Оны бірнеше балық қуғанымен ол аман есен қайыққа жетті. Ол бірден Карл мен Кучиді құтқаруға аттанды. Бірақ дәл қашқалы жатқанда оларды үлкен толқын соғып кетті. Толқын алдарындағының бәрін қиратты. Қатты соққыдан құтылу үшін әкелі балалы екеуі қайықты қалқан ретінде пайдаланды.
Соған қарамастан, толқын оларды қатты ұрып, үймен бірге орап әкетті. Ақыры олар ағынмен шайылып кетті, Кучи де үй бөлмесінің ішінде қалды. Барынша қарсылық көрсеткендеріне қарамастан, судың күшіне төтеп бере алмады. Біршама уақыт өткен соң, әкесі мен қызы сөйлесуге тырысып, бұл жерден шығатын жол іздей бастады. Карл қызына баспалдақта кездесуді айқайлап айтты. Белла бұл жерге жыртқыш балықтардың кіріп кеткенін түсінді де, бөлмелерден өту үшін жиһаздың үстімен жүре бастады. Алайда ол үстелден секіріп өтпек болғанда, үстел опырылып, Белла қайтадан суға құлап түсті. Белла жан ұшыра қабырғаның құрылымына жабысып, денесін тұрақты ұстап, баспалдаққа қарай жүрді. Сол сәтте ол бір полицейдің рациясын тауып алды. Рацияда полиция бөлімшесінен хабар келіп жатқандай болды. Сол уақытта Карл бірнеше сигналдық патронды тауып алып, оларды өзімен бірге ала баруды ұйғарды, мүмкін бір кезде тікұшақтың назарын аудару қажет болып қалар. Белла дауыл аударып кеткен қайықты пайдаланып, рацияға жетіп үлгерді. Алайда полицияға жағдайды түсіндіре бастағанда, байланыс үзіліп кетті. Сондықтан оның дауысы естілді ме, жоқ па, белгісіз болып қалды. Үйдің екінші жағында Карл рацияны су ішінде жүзіп келе жатқанын көрді. Ол үй жануары Кучидің тірі екенін түсінді. Қатты қуанып, рацияны баспалдаққа қойып қауіпсіздікке шығарды. Бірақ дәл сол кезде кенеттен крокодил пайда болып, Карлға шабуыл жасады. Карл қорқып, аман қалуға тырысты, бірақ жыртқыш оның қолын қатты тістеп алды. Сол сәтте Белла келіп үлгерді. Әкесі оған жүзде қаш деп айқайлады. Белла үйдегі ванна бөлмесіне жүгіріп кіріп, есікті ішінен жауып алды. Крокодил есікті бұзып кіруге тырысты. Белла әдейі оны ішке кіргізіп, артынан іштен жауып тастады, осылайша ол әкесіне қайта орала алды. Әкесі мен қызы қайта қауышып, шатырдың баспалдағымен жоғарыға өрледі. Терезеден тікұшақтың жақындап келе жатқанын көрді. Бірақ олар сигнал патронын жағып, тікұшақтың назарын аударып үлгермей тұрып, крокодил терезені жарып кіріп, бүкіл шатырды су алып кетті. Сол сәтте Белла крокодилмен бөлмеде қалып қойды. Жыртқыш оның иығын тістеп алды. Белла қолындағы сигнал патронын крокодилге пайдаланып, одан құтылып, сыртқа қарай жүгірді. Көп ұзамай Белла суға ағып кетпей, бір құбырға жармасып аман қалды. Крокодил болса, ағысқа ілесіп кетті. Жарақаттары ауыр болғанына қарамастан, Карл қызы тірі қалу үшін жалғыз қолымен Белланы шатырдың үстіне тартып шығарды. Сол жерде олар алыстан жақындап келе жатқан тікұшақты көрді. Белла соңғы сигнал патронын жағып, тікұшақтың назарын аударды. Тікұшақ құтқару платформасын түсіріп, оларды және Кучиді алып кетті. Осылайша Флоридадағы ең қорқынышты апаттың соңында олар аман-есен құтқарылды.